Күйеуінен сұраймын ғой, неге ұрасың десем айтады, білмеймін, менікі деп ойлап қалдым дейді да. Мен ұрсам да болады, мен сөйтсем болады, өзіме рұқсат беріп қойыппын. Әйеліңді сенің мүлкің ретінде көру, сен оны ұрады екенсің, оған қалаған өмірің сыйламайды екенсің, бірақ көшеде жүрген, өзін еркін сезінетін, әдемі киінетін әйелдер сен үшін идеальный әйел, үйіңдегі әйел идеальный емес. Потому что сен соны сол жағдайды қалыптастырып тұрсың да. Қараңыздар, қазір қоғамда әйелдер кінәлі, еркектер кінәлі деп сұрасаң, қазір бір-бірін кінәлап шығады. Бұл ситуацияға әйелдер кінәлі, бұл ситуацияға екі жақтап жауапкершілікпен қарауымыз керек та. Әйел де өзінің ішкі халін еркекке осы мені бағу керек, осы мені қағу керек, осы жақсы болса жақсымын, жаман болса жаманмын емес. Әйел өзінің ішкі халі, менің жақсылығым отанымның жақсылығы, мен қазір ішім толық болу керек, менің білімім толық болу керек, менің әлемге деген құлшынысым болу керек десінші, еркек итак ол әйелге не істейді? Өзінің көңілін бұрып тұрады. Ал сол мезетте еркек өзінің мен мықтымын дегенін әйелге көрсетпей ақ қойсын. Әйел де мықты деп қарасын, екі ара теңдік пайда болады да. Ой, керемет қой бұл нәрсе.